Өсиет хат. Жан жарым Жайна, балаларым Айдана, Айқұт, аға жеңге, әпке жезделерім. Бүгінге дейін 50 жыл өмір сүрдім. Бұл өмір маған жомарттық жасады. Осы уақытта өмірдің қаншама тәтті дәмін таттым, сұлулығын сезіндім. Бұл ғұмырға ризамын. Менің сырқатымның сыры бәріңе мәлім. Өмір үшін арпалысып, бар жігеріммен күресіп жатырмын. Десе де, өмірім өз қолымда емес қой. Бұл хатты жазып отырғаным менің өмірден күдер үзгенімнен емес, жауапкершілігімді сезінгенімнен. Ал өмір сүруге деген құштарлығымды тоқтатпаймын. Осы жарты ғасырлық өмірімдегі мен үшін ең керемет оқиға ол Қазақстанның тәуелсіздік алуы еді. Ал өз өмірімдегі ең ұлы шешім ол менің Қазақстанға қоныс аударғаным болды. Осы жерде жан жарыма алғыс айтамын. Ол әрқашан менің қасымнан табылды. Таңдауыма кереғар келген кезі болған емес. Егер оның қолдауы болмағанда, өмірімнің қаншалықты қиын болатыны беймәлім еді. Біз Қазақстанда осынау тарихи отанымызда бабаларымыздың ата қонысын таптық. Және чаң басқа мұрағаттар ішінен аталарымыздың тарихын, іздерін аршып алдық. Бұл біздің әулет үшін аса бағалы рухани байлық. Мұны ерекше қастерлеуіміз керек. Менің балалық шағым қиындықта өтті. 10 жасымда әкем дүниеден қайтты. Осы 10 жылда әкем түрмеде болды да, әкем махаббатына бөлену бұлай тұрсын, тіпті әкеммен бірге түскен бір жапырақ суретте қалмапты. Аяулы анам әке орнына әке, шеше орнына шеше болып мені ержеткізді. Анам маған әкемнің жоқтығын білдірмеді. Мені аялап өсірумен бірге маған өз бойындағы биік рухын беріп, мені елімде еңірейтін нағыз ер азамат болып шығуға тәрбиеледі. Аяулы анашымның осындай мәпелеуінің арқасында менің өмірім мән мағыналы мазмұндарға толы болды. Осы сырқатқа шалдыққаннан бері мен өмірге жаңаша көзқараспен қарай бастадым. Сендерге айтарым, өмірлерінің әр күнін бағалаңдар, әрбір татқан дәмін қадірлеңдер. Туыс бауыр, дос жарандарды сыйлап, аялай біліңдер. Өмірдің бәр мән маңызы сонда. Жайна екеуміз құлшына еңбек еттік, біраз байлықта жинадық. Мұның бәрі екеуміздің қажырлы, берекелі еңбегіміздің жемісі. Жайнаның осы кәсібімізді жалғасты дөңгелетуін үміт етемін. Қандай да бір адамдарға орынсыз сенім білдіріп, опық жеп қалмаса екен деймін. Балаларымызды жақсы тәрбиелеуін тілеймін. Ең маңыздысы, екі баламыздың нағыз қазақ болып ержетуін, Қазақстанда өмір сүріп, Қазақстанның дамуына өз үлесін қосуын, қызым қазаққа тұрмысқа шығып, ұлым қазақтан келін келтіруін, әулетіміздің түтінін өшірмеуін үміт етемін. Бұл мен үшін ең маңыздысы. Жан жарым Жайна, өмірімнің ең қиын сәттерінде қиыншылығымды бөлісіп, әрқашан жанымнан табылып, маған күш жігер беріп отырғаныңа рахмет. Өміріңнің кілті өз қолыңда. Әрине, мен сенің Қазақстанда өмір сүргеніңді қалаймын. Дегенмен қандай да бір шешім қабылдасаң да қарсы болмаймын. Біз отбасымызда 7 ағайындымыз. Жайна біз олардың Қазақстанға келіп қоныстанып, өз жағдайларын жасауына көмектесуге міндеттіміз. Жайна, Ақсуат менің атамекенім. Менің тегімнің шыққан жері. Осы атамекеніме көмектесетін кездерде әрқашан қолың кең болсын. Атамекенді өзіміз ұйымдастырған Жәкулі атындағы биология және химия олимпиадасын жалғастырғаныңды, және оны кейін Айдана мен Айқұтқа тапсырғаныңды қалаймын. Айдана, Айқұт, менің қолқа жүрегім, бауыр етім, балапандарым, жандарым менің. Әкелеріңді кешіріңдер. Аналарыңа сүйеніш болыңдар, қамқор болыңдар, аналарыңның жанында болыңдар. Сендер бақыттысыңдар, өйткені сендер өз отандарыңда тудыңдар. Және осында ержетесіңдер.
Менің сендерді шексіз сүйетінімді әркез есте сақтаңдар. Сендерге Алла жар болсын. Асқар Жакулин, 2 тамыз 2015 жылы сағат 9:20, Жапония.